YouTube көрермендерім, бүгін мен салат жасайын деп жатырмын. Оны мен қалай жасайтынымды осы менің видеомнан басынан бастап соңына дейін көріп отырыңыздар. Және де каналыма жазылып, подписка жасап, лайк баса кетіңіздер. Рахмет сіздерге. Ал кеттік онда осы салатты жасауға. Міне бірінші мен селедканың етін уже тарелкаға салып, уже жасап қойдым. Енді оның армен қарай үстіне жұмыртқасын салам қазір. Міне через терка жаңағыдай майдасын өткіздіріп, солай жасаймын қазір. Мінекей жұмыртқасын через терка өткізіп алдым. Мінекей жұмыртқасын арасына сеуіп жатырмын. Мен ана селедканың үстінен, филесінің үстінен майонез жаққанын көрсетпей қалыппын. Міне майонез жағып жатырмын. Енді мына жұмыртқасын осылай майонездерін сеу-сеу шығамыз. Қазір жұқалап жайып шығам бәрін. Мінекей енді сәбізін өткізіп алдық теркадан. Мінекей сәбізінде осылай барлық жеріне салып шығамыз қазір. Мінекей сәбіздің бәрін осылай қойып шықтық. Бұның үстінен тағы майонез жағамыз. Әр слойдың үстінен негізі майонез жағып отырамыз. Мінекей картошкамызды да теркадан өткізіп алдық. Оны да қазір бұлай барлығын жайып шығамыз. Мінекей картошкамызды да қойып шықтық. Тағы да оның үстінен майонез қосып. Тұзды қиярымызды өткіштен өткізіп алдық. Мінекей қызылшамызды өткіштен өткізіп алдық. Мінекей қызылшасын да қойып шықтық. Жұмыртқамыздың ағын да өткізіп алдық. Қазір үстінен сеуіп шығамыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай жұмыртқаның ағымен барлық жерін жауып алдық. Аппақ қардай қып. Қазір мен үстін ары қарай безендіріп жіберейін. Мінекей YouTube көрермендерім, бір керемет салатым дайын болды. Әрине бұл жаңа жыл қарсаңына осындай салат жасасаңыздар болады. Мен сіздерге де кеңес беремін. Осылай безендіріп, әрбір дастарханыңыздың сәнін келтіріп, керемет болып тұратынына кәміл сенемін. Және де менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де келесі жаңа видеомнан қалып қалмаңыздар.